Құрметті достар, Cubase программасында mp3 WAV файл дұрыс болмаса мынандай қате шығады екен. Біздің бір клиентіміз 2 күн осы қатемен алысыпты. Міне видеолары. Қандай осы үш өлеңді флешкамен келген. Сол үш өлеңді де Cubase'ге қалай тастаса да осындай қате шығады екен. Мына жерде жаңа проект ашқан Windows'та. Міне ода да осындай қате шыға берген. 2 күн алысқан клиентке ән істеу керек, бірақ Cubase ашпайды. Сонымен системаны қайттан салдырам ба деп хабарласты. Сосын мен mp3 файлдарды алғыздым. Салып көрсем, Cubase менде де ашпайды. Импортпен кірсек те ол жерден де ашпайды. Сол қате бәрінде. Сонымен бұл плеерден ойнатып көрсем де плеер жүрмейді. Бұны енді іздестіріп көрдім интернеттен, қалай бұндай файлдарды ашқызуға болатын. Сөйтіп конвертерге салып көрдім. Конвертерге салып mp3-ге айналдырып жатырмын қайттан. Редакторға салсам, ешқандай аудио жоқ. Бұл деген, бұл файлда антивирус па, ішіндегі файлдың бәрін жек кеткен сияқты, өшіріп жіберген сияқты. Кейіннен клиенттен сұрасақ, запись флешкамен келген екен. Флешкаде вирус болғанын деп ойлаймын. Сонымен бәр файлды жеп кеткен сияқты. Мына жерде 3 мегабайт көрсетіп тұр, мына жерде өлеңді. Бірақ бәрібір ешқандай несі жоқ. Сондықтан бұндай файлдарды ешқандай ештеңе істеуге болмайтын сияқты. Біреулеріңізді осындай қате шығып уақыттарыңызды текке босқа өткізбесін деп осындай видео түсіріп отырмыз. Алда тағы видеолар болады. Сау болыңыздар.